Сіздің сапарыңыздың жайлы және қауіпсіз өтуіне бортсеріктер тікелей жауапты екенін білесіз бе? Олардың нұсқауларын орындау сіздің қауіпсіздігіңіздің кепілі. Бортсеріктердің нұсқауларын орындаудан бас тарту авиакомпания ережелері мен авиациялық қауіпсіздікті бұзу болып саналады. Бұл кездері жолаушы жолынан қалып немесе рейс кешіктіріліп ұшуы әбден мүмкін, ал кідіріс себебінен туындаған шығындарын өтеу жолаушының мойнына артылады. Күш қолданған жолаушылар қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылар болып танылады. Осындай кездері бұзушылық танытқан жолаушы полиция қызметкеріне тапсырылады. Әуе саяхат барысында бетперде тақпаған жолаушылар көліктегі бас санитарлық дәрігердің бұйрығына бағынбаған бұзушылар болып саналады. Бұл жағдайда ауызша ескерту жасалады, одан әрі компания оны тасымалдаудан бас тарта алады, ал оның салдарынан кешіктірілген рейс шығындары жолаушы мойнына айыппұл ретінде тағылады. Ережелермен қатар бұзушылық себептерін де біле жүріңіз. Экипаждың нұсқауларын мұқият тыңдап, ұшу кезінде өзіңізді және айналаңыздағыларға құрмет танытып, қауіпсіз әуе сапардан бізбен бірге ләззат алыңыз.